Сәлем, құрметті Дауа арнасының көрермендері. Бүгін қанды қалай үй жағдайында сұйылтуға болады? Қанның қою болғаны денсаулыққа қалай әсер етеді? Осы жайында сөз тарқататын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір дерттің, қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі. Оның міндеттері оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес. Бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиынға соғады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі мен анемияның дамуына келеді. Бұл жағдайда қанның ұюы инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманның кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Ал енді қанның қоюлануына әкеп соғатын бірнеше себептерді айта өтейік. Сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Келесі бір себеп ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануымен бірге қышқылдануы орын алады. Сонымен қатар электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін-ақ байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтерден улау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Және де авитаминоз. Бұл дегеніміз ағзадағы аскорбин қышқылының және Б тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады деген сөз. Әрі қарай қанның қоюлануының белгіленген себептерін айтпас бұрын сіздерден каналға тіркелуді сұраймын. Күзге дейін 10 000 оқырман жинауға көмектесуіңіз керек. Ал біз сіздің денсаулығыңызға пайдалы болатын ақпаратпен бөлісетін боламыз. Біздің мақсатымызға жету үшін сіздің азғантай ғана әрекетіңіз үлкен көмек берер еді. Алдын ала рахмет. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Бұл ең алғашқыларының бірі. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Сонымен қатар, құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы, жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда артмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ қолдарыңыздың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан пайда болады. Осы кезде тері де көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімінің туындауы. Жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшық еттің ауруы.
қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Сонымен қатар бас ауру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Біз бұл видеода ең алдымен қанды қойылтуға әкеп соғатын себеп салдармен таныстық. Одан кейін оның белгілерін атап өттік. Енді осы мәселені шешу үшін қандай шаралар қолданған жөн? Сол жайында сөз тарқатамыз. Ең алдымен қанды сұйылтуда судың пайдасын айта өтейік. Таза су алғашқы медицина. Егер қан сұйылтуда дәрілерді ішкіңіз келмесе, сіздерге дәрісіз өзге де тәсілдер бар екенін айтқымыз келеді. Бірінші әдіс өте қарапайым. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді, ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр су ішу қажет. Міндетті түрде таза су ішкен жөн. Біздің денеміздің 70% судан тұрады. Ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға азайса, күш қуатымыздың 20%-ға әлсіреп кететіндігін дәлелдеген. Бар жоғы 1-2 жұтым су күйзеліспен шаршағанды басып, орасан күш береді. Сондықтан зат алмасу жүйесі мен қан жүйелерінің судан тұратындығын ұмытпағанымыз жөн, және суды күніне 1,5 литрдан азды кемді мөлшерде ішкеніміз жөн. Қанды дәрілік шөптердің көмегімен сұйылту. Адам ағзасына қан сұйылтуда өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалардың жөні бір басқа. Қанды сұйылтуға 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік, түйе жоңышқа және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсеңіз жеткілікті. 4 айдай кейін қайталау керек болады. Тағамға сарымсақ, аскөк, балдыр көк және ақ желкенді қосып жесе, ол да адам ағзасына пайдалы. Ақ желкен өсімдігін әдетте салат немесе тағы да басқа тағамдарда әдемі етіп көрсету үшін ғана пайдаланады. Алайда жарты кесе ақ желкеннің құрамында күндізгі нормадағы А дәруменінің 100%, Б дәруменінің нормадағы шамамен 10% және С дәруменінің күндізгі керек болатын 50%-ын ала аласыз. Екіншіден, қан диабетіне шалдығу қаупі төмендейді. Сонымен бірге жүрек саулығын жақсартасыз. Ақ желкен фолий қышқылының қайнар көзі болып табылады. Ал аскөк болса тағамға ерекше дәм беретін өсімдіктердің бірі. Ол жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Мүкжидек. Мүкжидек жемісі қиыр шығыс пен тмд Сібір елдерінде көптеп кездеседі. Ылғалды, шымтезекті және батпақты жерлерде өсіп, қыркүйек айында піседі. Мүкжидек шырыны глюкоза мен фруктозаға көп мөлшерде пектин мен калий тұзына байшылық. Жидектің бойында С витамині бар. Ол сондай-ақ күзгі ауруларға таптырмайтын ем. Мүкжидектің компоты өте пайдалы, бірақ мүкжидектен кейін суды көп ішу керек болады. Сонымен бірге иммунитетті көтеріп, тұмаудың алдын алу үшін мүкжидектен морс компотты жасап ішуге болады. Бұл қанды сұйылтуда алғашқы дәрілердің бірі. Ол үшін 3 мезгіл мүкжидек шырынына балды қосып ішсеңіз жөтелге ем болады. Сонымен қатар бұл жеміс ауыз қуыс ауруларының барлығына ем. Мүкжидек балалар мен ересектердің иммундық жүйесін нығайтып, денені токсиндерден тазалап, қан қысымын қалпына келтіруге өз үлесін қосады. Сонымен бірге денедегі тәбет, метаболизм және ас қорыту жүйесін жақсартады. Және де мүкжидек жемісі цистит үшін де өте пайдалы. Ал құрметті көрермен, видеоның соңында тағы да арнама тіркеліп қолдау көрсетуді сұраймын. Сіздің азғантай ғана әрекетіңіз біздің үлкен мақсатымызды орындауға жол ашар еді. Көріскенше сау болыңыздар және денсаулықтарыңызды күтіп бағалап